Қазақстандағы футбол патшасы. Ал қазір Grand Line кубогының финалы. Бүгінгі ойында қосымша пенальти арқылы жеңімпаздардың кім екенін білетін боламыз. Сәттілік тілеймін. Жеңілсеңдер біткен жерлерің осы. Басталды. Шабуылшы Луфи өз аяғын көкке ұшырып, топты тебуге дайындалуда. Самға, резеңкелі соққы. Гол! Мәз сендерге. Капитан шотты мінсіз голмен ашуда. Бөлінудемі. Ғажап, капитан бәгей бөлініп жылдамдықпен жүгіріп бара жатыр. Бірақ топ қақпаның қырынан ұшып кетті. Неткен өкінішті қателік. 1-0 Луфидің қарақшылары алға ұмтылуда. Гол! Гол! Ол жарылып қалды. Қалжыңын шығар. Өкінішті, бір соққы күйіп кетті. Бір, екі, жанга! Мықты соққы! Ұста баламын. Гол! Анте туа! Қабат деген ай, бұл керемет мүмкіндік болған еді. Не деген реакциялар, енді шот бірдей болады. Бүгінгі матч нәтижесін қосымша ойыншы шешеді. Ал енді зұлымдар командасы өзінің мықты ойыншысын шақыруда. Мен ода істеймін. Барлығын шешетін соққыны мінсіз орындаймын. Керемет, алға! Ойбай, сен кімсің тағы? Қолыңнан келсе ұстап көр. Футбол клубынан бері келе жатқан менің танымалы соққым. Түсінбедім? Мүмкін емес, мүлде сенгісіз. Ол найзағай секілді соққыны мінсіз ұстап алды. Бұл Луфидің тобына жеңуге мүмкіндік береді. Сен біздің соққымызды құрттың. Ал енді соққыны Санджи орындайды. Нәтиже оның оң аяғына байланысты. Қызық, нағыз футбол патшалары титулы кімге тиесілі болады екен? Ол қисы құрды. Санджи атты ойыншы допты бұлттардың арасынан ұшырып жібереді. Керемет, ешкім жеңген жоқ! Бұл бас стадион Grand Line кубогы. Түсінбедім. Хабарландыру. Біз белгісіз ұшып жүрген зат туралы хат алдық. Дәл Grand Line басында. Оны көргендер нысана допқа ұқсайды. Және ол дәл біздің стадионға ұшып келе жатыр. Мүмкін емес. Сенгісіз, доп әлі де ойында. Неткен мықты соққы. Келді. Доп шынымен де жетті. Ей, төреші. Гол! Таңғаларлық, керемет. Топ Grand Line'да ұшып, стадионға қайтып оралды. Қарақшылар футбол патшасы, немесе Луфи қарақшылары. Резиновый! Луфи, тоқта! Соққы! Жол!